Мен көп адамдарды білем, үйді мұқтаждық қылып қоймаса да, үйлі бар. Мысалы үшін маған Астанадан, я Қызылордадан, я Қазалыдан, немесе Алматыдан үй керек емес. Мен өзім ұстаным сондай болды. Үй қажет емес, пәтер жалдап жүрсем жеткілікті деп. Менің қасымда достарым болды. Қалай да үй аламын. Госпрограммамен үй аламын. Кредитке аламын үйді деп жүр. Қараңыздар, қайсымызда көп үй бар деп ойлайсыздар? Менде көп үй болды да. Оларда емес. Көрдіңіздер ма? Адам Құдай қалай беретінше. Мен 2007 жылы кредитті бәрін тоқтаттым, алмайым дедім. Жаңағы кредит алам деп сөйтіп, мысалы мен достарым бар. Мемлекеттен алақанды жайып, өкінішке орай бізде мемлекетке алақанды қатты жаямыз. Алақанды қалай жаямыз, солай жүре береміз. Ал егерде мемлекеттен біреуден еш нәрсені күтпесек, алақанды жайып, тек қана Құдайдан сұрайтын болсақ, Алла біздің мәртебемізді өсіріп қояды. Менде мысалы мен өзімде, мен кішкентайымнан осы университет бітіргенде мен мемлекеттен бір тиын алғым келмейтін мүмкіндіктер болды. Мен бірақ ешқайсысын істемеймін. Мен заңгермін ғой, қолымнан келеді АСП-ді алуға, мемлекеттен үйді де алуға, жаңағы грантқа берілетін ақшалар бар емес, оны да алуға, оның бәрі менің қолымнан келеді. Бірақ біз оның бәріне жоламаймын, керек емес деймін. Бірақ Аллаға шүкір, сол грантыңызден жүгіріп жүрген, пайыз аз кредитіңізден жүгіріп жүрген, немесе мемлекеттен үй алам деп жүгіріп жүрген адамдардың қасында менің әлде қайда қаржылық, материалдық, әлеуметтік жағдайым жоғары. Түсіндіңіздер ма? Қалай екенше? Құдай өзі, қалай айтсам болады екен? Өзі негізі біздің коучтар, көп ақылды адамдар бар емес, әлемдегі байыған, керемет болған, солардың бәрін тыңдасақ, осы біздің дініміздің діңгегі жатады олардың бүкіл өмірінде. Сондықтан біздің өзіміздің асыл дініміз тұр, қазақпыз, соны пайдаланайық та өзіміз, үйренейік. Шырылдап айтуды қоймаймын енді, кейбіреулер оған сенбей скептик болып қарауы мүмкін. Бірақ дегенмен өзім жақсылығын көріп жатқаннан кейін, кеше ғана мен Астанада өзімнің бұрынғы достарым бар. Бұрынғы достарым болғанда баяғыдан араласып жатқан достарым ғой. Барлығы байбатшалық осы жақсы дәулетті өмір сүруге қалай қадам басыңдар деп сөйлесіп жатырмын олармен. Сөйтсем олардың барлығы ключевой моменттері менің сияқты болған. Кредит енді алмаймын деген. Кредитке енді жоламаймын деген. Кейбіреулері оны дін жолымен тоқтатқан, біреулері саналы түрде келген. Қай-қайсысы да бірақ қазір керемет патшадай болып өмір сүріп жатыр. Кеше үйлеріне бардым, үйлерін көріп жатырмын. Қымбат көліктермен жүрміз. Алып бізді қыдыртып жүр. Бәрінде кредит жоқ. Жақсы өмір сүріп жатыр. Бизнестер кредитсіз жүріп жатыр.